Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? 5-ші сыныпқа арналған 2-ші тоқсанда БЖБ тапсырмасын орындаймыз. Алдымен каналға жазылып, видеоға лайк басып өтіңіздер. Су тіршілік көзі бөлімі бойынша жиынтық бағалау. 2-ші нұсқасын ұсынамын. Оқу мақсаты: мәтіндегі негізгі ақпаратты анықтау. Ресми стильдің тілдік ерекшеліктері мен талаптарын дұрыс қолдана отырып, хабарлама, хабарландыру, хат жазу. Тапсырма 15-20 минут орындау керек. 1-ші тапсырма. Мәтінді мұқият оқып, төмендегі тапсырмаларды орындаңыз. Қазақстандағы сұлулығына көз тоймайтын көлдердің біреуі Қайыңды көлі. Ол 1910 жылы болған қатты жер сілкінісінің салдарынан пайда болған. Қайыңды көлі теңіз деңгейінен 1867 метр биіктікте орналасқан. Ұзындығы 600, ені 300, ал тереңдігі шамамен 30-40 метр. Мұнда дәрілік шөптердің 47 түрі кездеседі. Мұнда тіпті біртіндеп жоғалып бара жатқан Қазақстанның қызыл кітабына енгізілген өсімдіктердің ондаған түрлерін кездестіруге болады. Қайыңды көлінің айналасын аң-құстың түр-түрі мекендейді. Деректерге сенсек, аң-құстардың 197 түрі, оның ішінде орманда мекендейтін 82 түрі бар. Еліміздің қызыл кітабына енген сүтқоректілердің 6-ы, құстардың 13 түрі кездеседі. Олардың арасында аң атаулыдан тянь-шанның қоңыр аюы мен әйгілі арқары, тау сусары, қар ілбісін кездестіруге болады. Қайыңды көліне демалуға барған әрбір адамның жүйке жүйесі айрықша демалып, ерекше күйге бөленеді. Қарасаң көз тоймайтын табиғатты тамылжыған бұл өлкеге биік тауда өсетін көрікті де әсем тянь-шан шыршалары мен көлдің ортасында ерекше көрік беріп тұрған қылқан жапырақты ағаштардың үйлесімі көркіне ажар беріп бітіріп тұрғандай. 146 сөз. Ал енді мәтінді тыңдап болсақ, 1-ші тапсырмаға көшеміз. Мәтіннің негізгі ақпаратты анықтап бір сөйлеммен жазыңыз. Сұлулығына көз тоймайтын көлдердің біреуі Қайыңды көл. Келесі 2-ші тапсырма. Мәтін мазмұнына сай ақпараттардың дұрыс бұрыстығын анықтаңыз. Қайыңды көлі Қазақстан жерінде орналасқан. Дұрыс. Көлдің ортасында қылқан жапырақты ағаштар өседі. Дұрыс. Көлдің пайда болғанына 3 ғасыр болды. Бұрыс. Қайыңды көлі теңіз деңгейінен 1000 метр биіктікте орналасқан. Бұрыс. Бұл жерден қызыл кітапқа енген сүтқоректілердің 6 түрін кездестіруге болады. Дұрыс. Ал енді 2-ші тапсырманы белгілеп болсақ, 3-ші тапсырмаға қараймыз. Қайыңды көліне саяхат ұйымдастырылуда. Сол саяхатқа шақырып хабарландыру жазыңыз. Хабарландыру стилін сақтаңыз. Хабарландыру. Құрметті саяхатшылар, біз сіздерді Қайыңды көліне саяхатқа шақырамыз. Бүгін сағат 12:00-де біз саяхатқа аттанамыз. Сіздердің келулеріңізді сұраймыз. Рахмет. Осылай хабарландыруды жазамыз. Ал енді құрметті оқушылар, сіздердің бағалау дескрипторы мәтіннен негізгі ақпаратты анықтайды. Және хабарлама, хабарландыру, хат жазуды тілдік ерекшеліктер мен талаптарды дұрыс қолданады. Тыныс белгісі, ол жердегі хабарландыру жазу стилін сақтау керек, шағын мәтін жазады. Тыныс белгісін дұрыс қояды, орфографиялық нормаға сай жазады.
жалпы 7 балл бойынша бағаланасыздар. Құрметті оқушылар, сіздерге тағы да қандай ақпараттар қызықтырады? Міндетті түрде комментарийға жазып, каналға жазылып, лайк басып өтіңіздер.